қанша кейіпкер болса, сонша тағдыр бар. Бұрынғы шығармаларда біздер болады жағымды кейіпкер және жағымсыз кейіпкерді бөлек едік. Ал бүгінгі сабақта сіздер кейіпкерлер ойындағы жинақтау даралау қасиеттері, сонымен қатар оларды беті портрет тұрғысынан талдайтын боламыз. Түсінікті ғой мақсаты болады? Ендеше болады. Топқа бөлек қойып, топқа бөлек қойып. Ағасы таңдағанда бір топқа, сағасы таңдағанда бір топқа отыра болады. Ендеше ағасы таңдағанда болады Сәрсенбай ауылы, сағасы таңдағанда Байжан ауылы. Есіңізге түсірейік болады. Сәрсенбай ауылының кейіпкерлері кімдер? Жақсы, басты кейіпкерлері өте жақсы. Ал Байжан ауылының кейіпкерлері? Енді тақтаған болса болады. Әр ауылдың кейіпкерлері таңдап болса, Байжан ауылы және Сәрсенбай ауылы. Сіздер Сәрсенбай ауылының кейіпкерлерімен талдау жасайтын боласыздар. Бірінші тапсырма. Ал сіздің топ болады. Байжан ауылының кейіпкерлерімен, яғни Байжан ауылының кейіпкерлері Байжан мен Жұман болса, осы екі кейіпкерде талдау жасайсыздар. Сіздер тапсырмаларда жүргеніңізде топты жұмыс орнына беріңіздер. Бірінші тапсырма. Романдағы кейіпкер бейнесін жан-жақты талдап, олардың бейнесі жинақталған даралаудағы автор шеберлігіне жаға беру. Сіздер ашатын кейіпкерлер Сәрсенбай, Шолпан, Жамал, Ғали. Ал сіздің топ Байжан мен Жұман және сұрақтарға жауап бере алыңыздар. Тездетіп 3 минуттың ішінде орындалыңыздар. Дайын болса сұраққа жауап беруге болады. Егер кейіпкерлерді ауызша атасаңыздар, жазылған бетіңіз. Ауызша оқымайсыздар, ауызша. Дайынсыздар ма? Сіздер себебі романның мазмұнымен танысыңыздар. Екінші топ. Байжан ауылы. Бірінші кейіпкер Сәрсенбай. Қандай болады? Топ мүшелер толықтыруларыңызға болады. Сәрсенбай осы шығармада ауылындағы ең ауқатты адам болып саналады. Себебі оның қоржынында көптеген малы бар және де оның әйелі Шолпан бар. Оның Қалампыр деген бірінші әйелі бала көтеріп, соң ол тоқалауға мәжбүр болады. Осы шығармада ол тоқалау үшін ол көп малын береді. Алмас, сіз қысқаша мазмұн айтып тұрсыз да? Мен сұрап тұрған ішкі психологиясы, жалпы ішкі болмысы, мінезі қандай? Яғни бұл жерде даралау. Даралау дегенімізде өткен сабақта түсіндірдім да, әр кейіпкердің өзіне тән дара қасиеті. Сіздердің ашатындарыңыз даралау. Сәрсенбайдың қандай образ екенін ашып беруіңіз керек. Қандай образ Сәрсенбай? Сәрсенбай ақшақұмар сондай адам. Неге? Себебі ол билікке ұмтылды және де билікке отыру үшін ол Байжанға өзін алып келді. Топ мүшелер толықтырыңызшы. Сәрсенбай не болса да Байжанмен құда болам деген ойнастарда не жатыр деген сұраққа жауап беретін болсам, осы кезде Сәрсенбай ол Байжанмен құда болғысы келген жоқ, яғни оның ойы тек қана сол кезде болысты жеңіп шығу керек болады. Яғни ол болыс арқылы өзіне көптеген мал және де сол ауылдан ішіндегі беделді ала алатын болады. Және ол осы үшін тек қана Байжанмен құда болғысы келеді. Тағы да сұрақ бар. Шығармада біз Сәрсенбайды момын адам дейді. Ол момын болады да бұл. Осындай себепке барды. Неге? Алтын көрсеткіште жолдарына айтасыз. Сәрсенбай ол қанша момын адам болса да ақшаға қызығып достарын
Шопан ол бізде осы шығармадағы басты кейіпкерлердің бірі, және ол өте ақылды болды. Ондай кезде ол сондай заманда Шопан секілді өзінің қызын болашақ ойлайтын аналар өте сирек болған. Яғни ақылды адамдар ол кезде сирек болған. Мысалы бізде оған қарама-қарсы Сәрсенбайды алуымызға болады. Яғни Сәрсенбай ол билікке құмар, сондай жаман жағымсыз кейіпкердің рөлін ойнайтын осы шығармадан біз сипаттап біле аламыз. Енді Шолпанның арманы не? Біріншіден Шолпанның арманы ол өзінің қызын өзіне тең адамға тұрмысқа беру болады. Одан біз тұрмысқа тең адамға беру болады. Яғни Сәрсенбай билікке қызығып, Байжанның ұлына Жұманға Шолпанды Жамалды әйелдікке берген кезде Шолпан оған бірден қарсы шыққан болады. Бұл ненің белгісі? Бұл бізде Шолпанның өзінің қызының болашағын ойлайтын, болашаққа деген бағыт-бағдар беретін белгісі. Және екіншіден менің қасымдағы жұбым жалпы. Осы Шолпан кезінде сол кездегі қыздардың рөлі ондай қатты үлкен болған жоқ, яғни көбінесе қыз деген үйде отыру керек деген ұстаным болған болатын, және сол кезде қыздардың білім алуына өте көптеген ауыл тұрғындары қарсы болған болатын. Және Шолпанның екінші арманы сол кезде ол қыздың толыққанды білім алып, медреседе оқыған қалаған болатын. Жақсы, өте жақсы. Жаңбырхан, қалай ойлайсың Шолпан арманына жетті? Менің ойымша жоқ, себебі ол өзін сүйіп, өзін жалғыз қызын, яғни басқа бір байға ол өзінің қалаусыз басқа бір байға тиіп жіберуі, ол Шолпанға жаман тиіп деп ойлаймын, жаман әсер етеді. Жақсы, өте жақсы. Келесі, Жамалдың қасиетін психологиясын естімейсің? Жамал бізде сұлулық, ақыл салтанат, үшеуі бірге мұқият болып жүрген әйел, қыз. Мұқият деген алдымен үшеуі бірге есін тапқан деген мағынада болады. Сөзге бек, ол өз ойынан өлең шығарып жүрген, сол ауыл ішіндегі тілді бозбалалар оған қырындап жүрген, бірақ басқа шет елдерге ол деген Сәрсенбайдың көркем ақын қызы деген лақапатпен жайылған. Өте жақсы. Сұраққа жауап беремін. Есек пен арғымақты мысал қылып, әлемнің білгенін бекке баспа деген Жамалдың жауабында есек кім, арғымақ кім? Қазіргі заманда есек пен арғымақтар бар деп ойлайсың? Менің ойымша, иә, себебі арғымақтар деген қазір оқыған адамдар, яғни білімі бар, ал есектер ол деген оқуға қызықпайтын, оқығысы келмейтін, өз болашағын ойламайтын. Есек пен арғымақ деп мысал етіп отыр да Жамал. Ол романдағы есек кім, арғымақ кім? Менің ойымша, есек ол Жұман, ал арғымақ болса ол Ғали. Ғали ма? Ғали немесе Жамал. Кеспей. Есекпен. Кеспеймен болды. Өзінің атын сәл. Неге? Есек кім бұл шығармада болады? Кеспей. Кім? Жұман әрине болады. Жұман бұл жерде есекке теңеп тұрғаны болады. Яғни мен өзімнің тегім емес. Арғымақ бұз. Арғымақ бұз. Отыра ғой. Ғали. Ғали деген Шебек деген адамның баласы. Сондай емес. Оның мінезіне келетін болсақ, ол ашық жарқын, кең пейілді, ақжүрек адамдардың бірі болған. Әрине бұл уақытта оның бұндай оқыған, сауатты, көкірегі көзі ашық адамдар кем болған. Оның достары тіпті Біржан Асан арасындағы Біржан ғана тимеген. Әрине ана көрген көпшілер, әке көрген оқыған демекші, оның әкесі де өзі сияқты ауылдағы беделді жұмандардың бірі болған. Оның мінезін өте жақсы сипаттаған шамада. Әне ішкі психологиясына келетін болсақ, ол Жамалды қатты жақсы көрді. Әне Жамал үшін соңына дейін бара алған жауап береді. Жақсы болады. Сұраққа жауап. Роман соңындағы Ғалидің өлімі оқырманға немесе саған қалай әсер етті? Жамалдың келер күнін Жалпы бақытсыз Жамал романы бұл трагедияшна қайғы-қасіретке толы роман болып табылады. Сондықтан роман соңындағы Ғалидің өлімі мен үшін мысалы жалғыз әсер етті, себебі мен соңында барынша қақтым, екеуі бірге болады деп бақытты өмір сүреді деп ойладым. Бірақ та ол өкінішке орай олай болмады, және Жамалдың келер күні үміті үзген себебі ол өзінің қос ғашығын бірінші айырылды. Ол секілді Ғали үшін бәрін жасауға дайын болды. Сондықтан оның үміті де өзі басына кесірінен ол қайғы-қасіретке де ұшырайды. Осын салмақ түсіріп, ауырып қалып, сонда Ғалидің мәйітінде қайтыс болады. Дұрыс айтасың. Оны оқымаған оқырман соңында Ғалимен Жамал бақытты мүмкін деген үміт күтуі мүмкін да, бірақ ортада келбетте Ғалидің өмірі үзіледі. Енді болады. Романдағы жинақтау образындағы типтік образ кім? Сіздің кейіпкерлердің
ішінде кім? Жинақтау сол Сәрсенбай. Сәрсенбай неге? Себебі деген Сәрсенбай образына бұрынғы қазақ халқының ақша құмар, ашкөз қана өз қара басып айтқандардың барлық қасиеттері Сәрсенбай туралы жазылған. Екінші кейіпкер ол Жамал. Себебі сол кездерде жаңағы мен айтып кеткенде әйелдердің рөлі ондайға жеткен болмағандықтан сол кезде олар келісімсіз басқа адамдарға құда түсуге болады. Жақсы. Жинақтау қасиетін аштық. Енді қадағалау бір сөзбен Жамал мен Халидың қасиеттерін текші. Bir сөзбен Жамал. Жамал өте ақылды. Жақсы болды. Өте ақылды. Оның ішінде оның бүкіл қасиеттері бар. Алмас Халид. Ғана байсалды және де ақылды деп. Жақсы. Ашылды ғой олар. Қасымыз ашылды. Екінші Байжамал сізге не айтар екен? Байжан және Жұман. Мына бар. Байжан ол бізде бай, яғни ортада бай және осы романдағы ең жауапсыз кейіпкерлердің бірі болып келеді және ол өте ықпалды басқа адамдардың ойын өзгерте алады. Оны қайдан білеміз? Мысалы Сәрсенбай дос болып тағайындалатын кезде бәлкім ауыл адамдарына Сәрсенбайға дос бермеңдер деп оларға үгіттеу насихат жүргізген болады және ол кезде ол адамдарға әсер етті, себебі ол кезде Байжан өте ықпалды және бай тәкаппар адамдардың бірі болды. Сұрақ. Сұраққа жоқ. Сұрақ оқи ғой. Сұрақ Байжан сыртқылардың қоғамға тигізер зияны шығады. Менің ойымша Байжан яғни зиян тигізу неге? Себебі ол бірінші өзінің баласы үшін болса да, Жұман үшін болса да, ол бүкіл просто ашықтың бақытын ұрлап алып жүр деп ойлаймын. Екіншіден өзін би құмар, ата құмар үшін ол жаңағы Сәрсенбайдың еңбегін, оның жаңағы барлық іс-әрекеттерін, еңбектерін өзінен есіне қолданды, мүддесі үшін, өзінің пайдасы үшін қолданды. Екінші сұрақ. Екінші бізде Жұманның. Жұман бізде байдың баласы болғандықтан, ол ештеңе істеуге зауқы жоқ, оқуға, жұмыс жасауға ештеңеге зауқы жоқ, ол еріншек болады, тек қана өз әкесінің артынан келеді, тәкаппар ашушаң екенін ол бізде жұмысқа болады. Тоғызыншы рет тоқтасып бір есе жақсы жұмыс жасады екенсіздер. Бізде сұрақ Жұманның Жұманға деген ашу ызасының күшеюіне не себеп болды? Ернар айтып кеткендей, Жұман өте тәкаппар болды және де ақылсыз бай баласы болды. Ал Жамал болса өте сұлу және ақылды қыз болғандықтан ол Жұманды өзінің тең көрмейді. Және де сол үшін ол өз сүйгенімен бірге қашып кетуі Жұманның ашу ызасының күшеюіне әкелді. Енді сіздерге сұрақ болады. Толықтырасыз ба болса? Осы романда Жұманды Байжан ауылдағы кейін Жамал сөйлесінде көрсек, оны негізі Жамал шет жағасын біліп жүреді. Бір оқиға айтып кетсем, Жұманды ата-анасы қалаға нан шай алып жүрген кезде ол жаңағы өзінің бүкіл дүниесін жаңағы жолдағы саудагерлерге сатып, 10 тиын алтын орнына бір қара бақымен оны алған. Сол жерде Жұманның қандай кейіпкер екенін ашатын бізде болады. Сосын болады. Сіздің топқа сұрақ. Жұман Халидың әкесі Байжанға өзінің барлық малын берген болатын. Яғни осы арқылы біз не түсінеміз? Яғни ол сол кезде адамдар өзінің беделі үшін және де бай болу үшін сол кезде жаңағы бай болу арқылы өмір сүретін еді сол кезде. Сол арқылы ол өзінің барлық малын ақшасын сол беріп жаңағы Байжанға. Сол арқылы ол өзінің беделін жинаған болатын. Ал менің заманымда парақорлық бар ма? Менің ойымша жоқ. Себебі қазір біз дамыған және көрнекті болғандықтан қазіргі таңда жастардың еңбегін көбінесе бағалап жүр. Және осы арқылы жастардың жасаған еңбектен әрбір бір жерде айтып та отырады. Және менің заманымда менің ойымша Жамал мен Халидтің заманына қарағанда парақорлық аз деп ойлаймын. өте жақсы. Мен сенің пікіріңді Ал бұл кезде барлық жұмысшылар, барлық қалмаға қозыр. Мысалы, Жамалға өте көп қойып. Ал қазір менің заманда дамыған заман деп айтамыз. Қазіргі заманда көп жерлерде қалмалы несі қалыптастыру жоғалтып кетеді. Мысалы бізде Батыс Қазақстанда мысалы қалмау жоқ, қалмау беру. Ал Шығыс Қазақстанда бар. Сенің көзқарасың тұрғысынан қарағанда қалмау беру дұрыс па? Меніңше қалмау беру дұрыс, себебі ата-анасы кішкентай кезден бастап өз қызын тәрбиелеп, әпкеште өсіреді. Сол үшін сол еңбек ақы береді. Бұл шығармадағы әлеуметтік теңсіздік. Менің ойымша бұл шығармада екі әлеуметтік теңсіздік жаңа айтуға болады. Біріншісі
деп қойды және басқа да бір қолдануда ал ер адам мен әйелдің теңсіздікке келетін болсақ қазіргі біздің қоғамда теңсіздік жоқ деп айта аламын ал бұрынғы қоғамда болды және біз осы шығармалардан көре аламыз. Өте жақсы. Қазақ қыздарының бас бостандығы. Енді осы сұраққа мен өзімнің жұмысым менің заманымда келетін болсам, мен жұмысым Жамал және Ғали заманында да қазіргі таңда елу ішіндегі кез келген жастар өте көп. Неліктен себебі жастардың өзінің ойын еркін жеткізетін және де өзінің таңдауы бар бұл қазіргі заман деп ойлаймын. Және қазіргі таңда тек қана жаңағы өзінің өмірлік жарын таңдауда ғана емес, өзінің мамандығын, өзінің әртүрлі жаңағы істерді таңдау кезінде бізде бас бостандығымыз жаңағы өте жоғары түрде жүріп жатыр. Себебі қазір жастар тек қана өзінің ата-анасымен емес, жаңағы қоғаммен өте жақсы жұмыс жасайды деп ойлаймын. Және оған қазір бөліп жатыр деп ойлаймын. Өте жақсы. Енді жаңа Ғали заманындағы қазақ қыздары бас бостандығына тоқталатын болсақ, ол кезде жалпы осы шығармадан білуге болады, қыздардың көбінесе өзінің бас бостандығы болған жоқ. Яғни ол үшін оның әкесі немесе үй ішіндегі адам шешетін еді. Оның пікірін ешкім сұраған жоқ. Осы жерде осы қыздардың неліктен адамдар осы яғни ер адамдар қыздарды өзіне әйелдікке алды. Ол кезде тек қана қалың мал үшін алды деп ойлаймын. Яғни сол қалың малды көп болған үшін яғни сәрсенбай баста кедей болған еді. Уақыт өте келе ол әкесінен қалған, атасынан қалған бұраны көбейтіп алып, соның арқасында ол қалың малды осы шопанның әкесіне беріп, сөйтіп әйелдікке алған болатын. Соның арқасында осы Жамал дүниеге келді. Осы мезетте бізде мақал есімізге түседі, яғни ақша үшін әркім істейді, әділдік үшін кім істейді деген. Яғни осы кезде әділдіктің жоқ екен, бас бостандығымыздың сол кездегі Жамалдың, яғни қыздардың бас бостандығы жоқ екен, оның таяз екенін білуімізге болады. Бір сұрақ ашылмай қалды, бізге отыра көтересіз. Кімнің заманбақ адамға осыны бір сөзін шақыршы? Сіз дайынсыздар ма қазір? Менің ойымша, Халима Жамалдың ғалымның позициясына байланысты заманда адамды кінәлі. Мысалы, заманда болса, ол кезде бізде атасы туып дәстүрін мысалға келтіре аламын. Яғни Жамалдың әкесі мен Байрам бір-бірінің ұлымен қызын бір-біріне атасы туған болатын. Яғни ол заманның кінәсі, ал адамның кінәсі келетін болса, онда біз Жұманның Жамалға көрсеткен қасиетін немесе жаңағы сәрсенбайдың өзінің қызына дейін жеке әділетсін айтамын. Олар жалпы заманында үшін адам. Ал олар соңғы қорытынды. Ол тасым өзінше. Қазіргі біздің заман ой үстіне бостығай жұмыртқаға заман ба? Бірінші тапсырма. Алмаз берген конкретті жұбы. Ғалидің берген конкретті жасайсың. Тез. Есімі Ғали, жасы 17-де, білімі өте жақсы, сөздік қоры мол және де хат таныған, бойы орта бойлы. Бана біліміне келетін болсақ, жиында отырған кезде ол Жамалдың көзіне түсіп қалды. Себебі ол жиынға отырғанда басқа жігіттерге қарағанда оның бана сөздік қоры, айтқан сөзі өзіне сай болды және де ол домбыра тарту арқылы ол өзінің айтысы келді. Келесі. Бет-әлпеті әдемі шекерген қыздардың арманы, дене пішіні ірілеп келген, өз-өзіне қорғаншы бола алады. Арманы Жамалмен бірге бақытты өмір өмір сүру, ұстанымы аталы болу, өзінің сүйген жарымен бірге адал өмір сүру, қорғанышты Жамал бұны айтып қалды. Өте жақсы, өте жақсы. Ғалидің берген соң қатыры өте жақсы. Келесі екінші тапсырма? Алтын көзін періште жолдақтай сұрастырмайтын үйін автор қолданған деталь. Бұл жерде түгел өзін-өзі оқудың қажеті жоқ. Сол деталь бар ішіндегі сөйлемді оқы, сосын ішінде детальді мына ғалымның өтіп ашып беру. Бізде бірінші детальді шарттық. Оның себебі еңді сөйлеуге деп ақыңызды бір шығарып қалсаңыз қажет екен. Және неше түрлі тәтті сөздермен қосылып Сәрсенбайды аңғара бастады. Және Сәрсенбай қанша үлкен адам болса да сөзге болмайды. Пенде балаға дәулетке қызығып, жаңадан соң өздері көзбелер қалған қандай. Бұл детальдар біздің ойымызша бізге берген қабылдатқа дәлел бола алады. Себебі Сәрсенбайдың достары Қайсы деталь, қайсы сөз? Міне деталь, ана
ертеңгі арналған құдаларға қымбат еді. Бұрын жоқ олар тақырыпқа қоймайықшы ол жалпы мазмұнға қатысты да мынаның ішінде деталь табайықшы болады бізде алтын кірсе жоқ деп деталь нақтырақ бар ғой бала ажыра бастайды деген сөз. ал жақсы Осыған айтқан бұл кезде сәрсенбайдың алтынға, байлыққа, бос болуға қызығады. Сол себепті ол дейтін ол өзінің ойын ойламай, басқалардың ойын ойлайды да, сол неге маған дейтін бос болмасқа, неге керек адам болмасқа деп өзі асыра бастайды. Сол себепті ойлайды. тағы бар ма айта біреу айта қойыңызшы сөзге көңілді дейді. ал жақсы көрейік Сөзге көңілді дейді дегенде, бұл жерде сәрсенбай достарына келіп асырған кезде, ол қанша ден асыра болса да, жоспар бүлдірген кезде, билікке қызықты, өлекке қызды, сондықтан бұны сөзге көңілді дейді пенде деп алуға. өте жақсы детальді тапты портрет жасадық өте жақсы келесі үшінші жұп қош бол бақыт қыз айдың күйі үшін сізде де ма айтады оқыңыз екеуіңізде Қамшының сабырдай қысқа өмірде ойға олақ адамдардың кері әсерінен біз секілді қос ғашықтар неге зардап шегу керек? Неліктен? Басымызға жазған тағдырдың сондай қатыгез болғаны ма? Бақыт құсым Жамалмен осы өмірде бірге болмағанымызды қалаған адамдар көп болғандықтан мен Жамалмен қашуға мәжбүр болдым. Бірақ артым мұндай боларын кім білген? Неліктен қысқа ғана ғұмырымда сендермен бақытты бола алмадым. Заманмен әділетсіздігі менің қайғымның себебі болғаныма Жамалды бақыт етемін деп алып кеткеннен кейін төсек тартып алып қалатынымды кімге Жамалды бақыт ете алмадым. Жалғыз қиындыққа тастап кеттім деген олар мені мазалайды. Жамалмен осы өмірде бақытты болмасақ та екеуміздің тағдырымыз бір арнайы тоғысады деп düşünüyorum. өте жақсы амалы ашылған ба өте жақсы жарайсың сіздің жұп бізге негізін Әкемнің маған деген әділетсіздігіне ерке сенің бір әкенің өте Әкемнің маған деген әділетсіздігіне қаталдығынан душар болдым. Жаным қиналды, жұман атты весіласпен қалай бақытты болмақпын, бұл әділетсіздікке қалай шыдамақпын. Дала заңына шыдай алмаған, тіптен түбінде өз махаббатына қосылмаған бейкүнә жаным бейнесіне. Қазақ қыздарының осындай жағдайға тап болуына қабырғам қайысып жаным қиналады. жақсы Әкем мен шынға тыныс дейді. Мені бетімнен қатырай өсірді. Ғайсы маған менің күтіп қалған сенен азуға ұқсап келді. Алайда әкемнің ойын ұқсанып, қызыманың түріне еріп бұзып алды. Соның нәтижесінде ескірттің құрбаны болып өзім теңгірдің жанға атастырды. Анасын көрген тонымшы, ана көрген тонымшы, әке көрген оқшаған дегенде, мен де анам секілді ақылды сұлу болып өстім. Мені түсінетін жалғызша сүйгенімнің қосылуынан қалған тек қана ана болады. Бірақ салт-дәстүр мен ғашықтың болашағым сондай, бар екеуміздің де болашағымыз ізді. Әкеме өте қатты ренжідім. Әділетсіздікке болысып, қыз ойын сұрамай қалмаған жанға билік күшін бере салды. Мұндай адамда әке жеке тұрмаған. олар әлемнің жамалдың монологын ашылған ба өте жақсы жарайсыздар монолог десек ішкі сезім өте жақсы болады енді кейіпкерлердің дүниесін ашты бағалады жинақтады детальді таптық портреттті таптық енді сіздерге тапсырма біздер кейіпкердің бейнесін көрейікші бір сіздер енді ауыстырамыз сендер сәрсенбай ауылының кейіпкерлері болып біреуіңіз ойларыңызға Жамал табиғи мен Жамал болсам Михаил болсам түсінді ма ал сіздер керісінше Жұман мен Байжан ал солар болып не істеймін мысалы Жамалдың мына әрекетінің орнына мен мынандай әрекет істелемін деген сияқты Жұманның басына шолпан болса не істейсің сен? Қалай жасайсың? Сәл шолпан сырттай кетесің айтын боларсың. Дайындал деп алып бердім бал. Ал кеттік. Мың дайын болсын бар, оның дайын болады. Себебі мен қысылмай, бірақ ғалимда аман есен менде мен бақытты болмасам да өзімнің қос башымның бақытты болғанын көремін.
себебі ол менің көз алдымда тірі жүрген қалар өзі. Қари болса да. Жоқ, тұрмауыз. Дұрыс, сіздің пікіріңізді алайын. Жақсы. Ал. Мен бірінші сәрсенбай болсам, мен деген достарымның азырғанына сөздерін емесен, себебі мен сәрсенбайдың тек қана басында бір роман болды, ол балалы болу. Сәрсенбайдың қызы да баласы да болды. Мен билікке бармас едім, себебі малым көп. Ел ішінде атым танылған. Арман орындалды, басқа ештеңе емеспін. Бұған сен кім боласың? Шоқыр. Егер де менің ойымша Шолпан бізде осы романда ең жақсы кейіпкер деп санаймын. Өйткені ол өзінің қызының арманына, өз арманы үшін қызының аманаттарын орындау үшін бара жатады. Және егер де мен Шолпан болатын болсам, мен де Шолпан сияқты іс-әрекетке барып себебі ол өзінің қызын соңына дейін қолдады, соңына дейін өзінің қызының жаман жақтарында, жақсы жақтарында әкесіне айтпай, оның ерекшелігін оқытпағанымен қосылуынан бір сескер болып отырғанда, және мен де бұл орында қызым үшін бәріне дайын боламын. Жақсы. Егер қолыңызда болса, өзіңіз жету беріңіз дейді да бұл. Жақсы. Сыйлаймыз. Сен кімсің? Мен кейіпкерім Байжан. Мен дейтін Байжанның орнында болсам, мен сырғаны адамгершілік Жігіттер, Байжан болмайсыздар. Мен сырғаны адамгершілік сізге адам болмайтын едім. Мен сол ауылда, өзімнің ауылда мен аты шулы бай едім. Сырғаны адамгершілігіне бай едім. Бірақ мен орнында болсам, мен өзімнің атымды адамгершілігі жақсы, адамгершілігі мол, керемет бір адам етіп танылған қалайтын. Қалай өзгертесің? Ешкім Мен дейтін сенің бойыңда тұнып тұрған жағымсыз қасиеттер. Сен қалай өзгертесің? мен біріншіден сол ғасырда мен бірінші молдаға баратын едім. Себебі молда мен өзім бәрі танып, өзімнің иманымды ашып берді. Сол иман арқылы мен адамгершілік жақсы болады деп ойлаймын. Байжан повторите. Байжансың ба? Байжан молдаға біз қалған болатын. Жамалмен Жұманды неге істеп кірісіп қағасын деп. Ал мен егер Байжан болса, мен олай істемес едім. Себебі әркеден қышаны бір жолда болу керек. Мен молдаға барып, оған ақша төлеп, өзімді дәулетімді беріп, олардың молданың книжкасына жазылған себепкер болмас едім. Әне сұралда дауыс берген кезде Байжан деген сендер шарбардың бәрін жүргеске салыңдар. Әрсенбай деген ол көмекші деген адам, ол бізге елімізге бос болып жатпайды деп айтқан болатын. Егер мен Байжан болсам, мен олай айтпас едім. Себебі сайлауда әркімнің өзінің құқығы бар, әркім кімге дауыс беретінін өзі біледі. Сондықтан мен олай өзінің билігімді қолымдағы президентті асыра пайдаланамын. Мен Жұманның орнында болсам, яғни екі ғашықтың, қос ғашықтың ортасына түспес едім. Мысалға біз соңғы оқыған неміз Әжін-мәжінде, яғни Ләйлі-мәжінде біз оқығанымызды көргенімізде, ол сол қызды атастырып қойса да, яғни кейіпкерді ол атастырып қойған күйеуі сол мамыр яғни өз атастырып қойған жігіті, яғни ол бізде қазір Жұман болып тұр, сол екеуін қос ғашық екенін түсініп, ол оған жүре берді, яғни оған тиіспейді. Жақсы. Башқа сұрақтар ма болды? Айтамын. Сіздерді көшеміз Осы шығармада Жұман болсам, онда ең алдымен осы ауылдағы 3 Жұман бар еді. Яғни Сары Жұман, осы Байжанның баласы Таз Жұман деп атаушы еді. Мен сол Таз Жұманның орнына, осы Таздың орнына мен Ақылды Жұман деген сөз тіркесін қосар едім. Яғни осы Ақылды Жұман болады. Ақылды Жұман дейді. Ең алдымен осы сөз тіркесіне арналар едім. Және егер де мен осы ақылды болу үшін не істер едім? Мен ең алдымен осы Жамал оқып жүрген, яғни ауылдан, қаладан келген, сол үйінде оқып жүрген молдадан ең алдымен хат танып біліп, яғни білім алатын едім. Содан кейін осы мезетте бізде ақыл азбайды, әділдік тозбайды, әділдік тозбайды, арамдық озбайды деген бізде мақал есімізге түседі. Осы кезде осы екі жақсы қасиетті бойыма тартып, арамдықты өзіне ысыратын едім. Өзімнің әкемді қалай ауыл адамдары қандай атақпенен ол бай болып жүргеніне қарап, мен содан тәлім тәрбие алатын едім. Яғни осы өзім әкем секілді болмай, керісінше ел билейтін жақсы адам болып шығатын едім. Кім боласың? Осы топтың соңғы Жалпы біз шығарманы оқығандықта біз қорытындыны білеміз. Сол себепті барлығымыз кейіпкердің мінез
түзетуге тырысамыз. Жалпы осы кезде мен өзімнің бойыма қосатын бір қасиет, ол түсініспеушілік қасиеті. Яғни жаңағы сол кезде сол заманда қыздар бас бостандығы жоқ болғандықтан мен сол кезде тырысатын едім жаңағы Жамалды түсінуге, онымен бірге мүмкін болмаса да оның жаңағы ішкі жан дүниесімен сыр шертуге, онымен әрдайым жаңағы түсініспеушілікті жоюға мен әрдайым тырысатын едім. Яғни оған кері іс емес, онымен дос болуға тырысатын едім. Сол кезде мен Жамалды яғни сондай оқиғадан құтқаруға көп жұмыс жасайтын. Bir gidip söylüyoruz. Saçma, al saçma. Koltuksuz. Романда негізі барлық қиындығы бастан отырған Сәрсенбай өзінің жалғыз қызын достыққа сыйлау үшін Байжан жаманына береді. Мен егер Сәрсенбай орнында болсам, достыққа сыйлау үшін қызымды жаман жігітке беремін. Себебі дос болу үшін басқа да жолдары бар. Ал менің ойымша Сәрсенбай жаңағы дос болудың ең оңай жолы. Ал егер негізі абай айтады өзіне сеніп өзін табушылар еңбегімен ақыл келе жатқан деп сол себепті Сәрсенбай жолында болса мен өзіме сеніп өз күшіммен қызымның тағдырынан балта шаппай дос болар едім. Өте жақсы. Бүгінгі сыйлығымыздың мақсаты болар. Көркем шығармадағы кейіпкерлер дүниесінің жүйесін жинақтаумен бағалау, жекелеген нысандардың кейіпкерлеріміздің ашудағы түсіну, яғни олар бүгінгі сабақта біздер мақсатымызға жеттік. Сабақта өте жақсы қатыстыңыздар. Жайна 10 балл, Еркеназ 10 балл, Ләззат 10 балл, Альмира 10 балл, Жаңғырхан Алмас 9 балл. Альмира 9 балл, Жеңісхан 10 балл, Еркеназге 10 балл, Гаухар 10 балл, Айымға 8 балл. Енді болар, сіздерге сұрақ. Мен сіздерге қараптан қарап, топқа асықтың өлген жоқпын да. Біздер қазақта бір сөз бар. Өмірде асығын, алшысың өссің деген да. Естіресіздер ма бұл? Естіресіздер. Жалпы, осы бақытсыз Жамал романында кімнің асығы алшысынан түсті? Ойланайықшы. Ал ойланыңдар. Ал кім жауап береді? Ал? Дәлелдейсіңдер сөзсің? Менің ойымша Сәрсенбайдың оның бірінші мақсат арманы ол кезде артынан мұрагер қалдыру болды. Оны оған ол жетті, екінші арманы ол оның Мұрагер қалдыру болды. Иә. Мұрагер қалдыру дегеннен бұл жерде дүниеге келген қыз бала ұрпақ қалдыру десең болады, да? Соны дүниеге келеді екен ғой. Онда оқып кеткеннен олардың есіммен байланысты. Екінші арманы оның арманы емес мақсаттардың бірі бай адамдардың ауқаттардың біріне айналу. Оған да ол жетті, себебі оның атасы өмірден кеткеннен кейін оның барлық малы ісімге өткен болатын. Менің ойымша Сәрсенбайдың асы алғашқы түсті деп осы жерде аталады. Жақсы. Бірінші кейіпкер Сәрсенбай. Екінші кейіпкерді Байжан деп жүрмін. Себебі Байжанның өмірі өздері бай болып, және де ол сайлау кезінде Нұрпейіске дауыс берген қалады барлығы Нұрпейіске дауыс берген, Нұрпейісте ол досылығы бүлден жейді. Және ол Сәрсенбай құда болды, Сәрсенбаймен құда болды. Сосын Жамал қашып кеткеннен кейін Жамалды қалайда қайтарып алуға әрекет жасады. Түркі күнінде сол Жамалды Жұманға алып беріп, үлкен отбасы етіп шығады. Жақсы. Екінші кейіпкер Байжан. Мен алшысынан түсті деп Жұманды айтамын. Себебі ол Менде бана жерде бар айтып тұрған Жұманды айтамын. Некен айтпас екен? Әлі кім жаман, кім таз, Жұман тазы, жол тұсатын екен ойлап қойдым. Өте жақсы. Себебі ол Сәрсенбай алдыма ең әдемі және де ең ақылды қызды алды, Жамалды алды. Сонымен қатар ол Жамал қашып кеткеннен кейін көңілі түсті, керісінше өзінің әкесі бай болғандықтан ол Жамалды өзіне қайтарып алды. Яғни Жұман ең жағымсыз кейіпкерді мақсатына жетті. Сүйген қызын алды. Және ол қандай қыз? Бүкіл ауыл қызық қарап отырған, құрамдалы болса беретін, ақылды қыз, әдемі қыздар, ақылдан көп қыздар. Жақсы. Енді болады бүгінгі сабақта кім ойлап кімнің асығы алшысынан түсті? Мен сабақта өте жақсы қатыстым. Менің асығым алшысынан түсті десеңіздер. Алшысынан жатқан асыққа ас жөндерін жазбайсыз бақылыңыздар. Мен сабақта қауым қарсысы әлсіз болды десеңіздер. Тәйкістен жатқан асыққа, ал мен пікірімді білдіре алмадым десеңіздер. Көп жатқан асыққа, ал сабақта мүлдем жауап бере алмадым десеңіздер. Ішіп жатқан асыққа жапсыра қойыңыздар. Аты жөндеріңізді тездетіп.
өте көп болып тұр. Неге себебі біз әр істі, осы шығарманы оқи отыра біз әр істі шешім қабылдап, жаңағы оған сауатты түрде, саналы түрде әр істі жасау деген жаңағы тұжырымға келеміз. Себебі әр істі ешқашан жаңағы асығып қабылдамау керек. Негізінен себебі осы арқылы оны одан кейінгі болатын оқиғалар бізге өзінің зардабын әкелуі мүмкін. Алмас. Бұл шығарма жастар үшін ең басты маңызы ол манағы махаббат үшін соңына дейін күресу. Себебі бүгінгі қоғамда көптеген жастар айырылысып жатыр. Манағы толық емес отбасылар көп. Осы шығарма арқылы мен манағы жастар үшін де манағы көп тәрбиелік мәнді көрдім және де ұғындым. Себебі әр істі бастар кезде ойлану керек. Өте жақсы. Қоғам үшін маңызы болса, Қоғам үшін маңызды. бұл романның қоғам үшін маңызы, ол бізде осы қоғамдағы, яғни сол кездегі мысалы Сәрсенбайдың өте жалғыз кейіпкерден қазіргі қоғамда бар, яғни олар қазіргі таңда жоқ деп айта алмаймыз, яғни көкжиекке бірақ шашпаймыз, бірақ әрине бар олар, соларды біз көзіміз ашып шындыққа тура қарауымызға ықпал болады. Өте жақсы. Өте жақсы қатыстыңыздар барлығыңызға. Қалай қатысушыға қалай. Қалай айтқанымыз